Сәлем достар! Шайтан бұл Құдайдың қаһарына ұшыраған, адамды азғырып, өзімен бірге тозаққа әкетуді мақсат ететін пері, Іблістің бұйрығын орындаушылар. Кейде шайтандар адамдардың ішіне кіріп азғырады. Біз бүгін сіздерге шайтанның адамға кіргені жайлы және олардың бұл дүниедегі басты мақсатын айтатын боламыз. Алдыңыздағы видео адамға кірген шайтанның айтқан сөздері. Біз сіздерге соның барлығын барынша аударуға тырысамыз. Мен адамдардың туылғаннан бастап азғырып бастаймын. Яғни, оларды басқарғым келеді. Адамдар үшін өлім, үй, ақша үлкен байлық. Бірақ ол байлық келеді және осы жерде қалады. О дүниеде байлық адамды құтқармайды. Pois é, eu venho buscar ela desde o ventre para me levar pro meu reino. Тозақ жайлы не айтасың? Адамдар түсінбейді. Олар кейін тозаққа барғанда қатты айқайлайды. О Құдайым, тағы бір мүмкіндік берші дейтіндер көп болады. Бірақ олардың мүмкіндіктері жерде бір-ақ рет болған. O que é mais sagrado pro homem lá em cima? Шайтандар, Аллах тағалаға тозақта адамдар көп болады деген. Көп болғаны соншалықты тозақта адамдар сыймайды кетеді екен. Сонымен қатар, олар мешіт, шіркеу секілді Құдайға құлшылық ететін жерді ұнатпайды. Мысалы, мына елге шіркеудің ішінде шайтан кіріп кеткен. Ой, да что ты кусаешь? Помолчи. Мына елге де шайтан кірген, және бұл да аузына келгендердің барлығын айтты. Of the demons to leaving. Somebody help me! I said I don't want to go. Or they're coming. Or as a watch. You understand? Және ең сұмдығы, шайтан өзіне түрлі кітаптар ойлап тауып және мүсін жасаған. Міне осы мүсінге кейбір адамдар табынады екен. Достар, осыған қарсы болсаңыз, дәл қазір лайк басып, комментарияға қарсымын деп жаза кетіңіз. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше, сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.